Құрметті бауырластар, біз бүгін римдіктерге арналған хатты уағыздауды жалғастырамыз, бірақ та біз негізінде 12-ші тарауға жеттік қой, содан кейін тоқталдық. Енді бүгіннен бастап осылай 12-ші тарауды уағыздауды жалғастырамыз. Бүгінгі мәтініміз римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 9-шы аяттан бастап тараудың соңына дейінгі мәтінді зерттеп қараймыз. Өте маңызды аяттар, сол себепті бәрімізге осылай мұқият болуымыз керек. Елші Паул бұл жерде былай деп жазды. Римдіктерге 12:9-21. Сүйіспеншіліктерін адал болуы керек, жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар. Бір-бірінді бауырлардай сүйіп, өз бастарынан артық сыйлаңдар. Лайым жақсылыққа деген талпыныстарын бесендемесін. Еміздің қызметінде жүріп, рухтарын жалындай берсін. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар. Қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар. Оның мұқтаждыққа душар болған адамдарына көмектесіп, ынтамен қонақжайлылық танытыңдар. Өздеріңді құдалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер. Оларды қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер. Қуанғандардың қуанышына, қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар. Өзара ынтымақтас болыңдар. Өркөкірек емес, кішіпейіл болып, өздеріңді басқалардан ақылды санамаңдар. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттерінің жұрт алдына ізгі болуына тырысыңдар. Қолдарынан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынандай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім, дейді дейміз. Ал жауын сенің аш болса, тамақтандыр. Егерде шөлдесе, шөлін қандыр. Мұныменен сен басына, оның қызып тұрған шоқ жиғандай боласың. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны жақсылықпен жеңіп шық. Елші Паул осы аяттармен мәсіхшілердің іс жүзіндегі өмір қандай болу керек екенін көрсетеді. Себебі шынайы мәсіхшілік. Адамның қандайды бір діни әрекетшілдік емес. Бұл оның берік өмір ұстаным болу керек. Оның берік өмір ұстанымы болу керек. Әрекетшілдік емес, ұстаным болу керек. Яғни егерде қандайда бір адам ізгі хабарды шынымен қабылдайтын болса, онда ізгі хабар оның өмірін басынан аяғына дейін қамтуға тиіс. Егерде қандайда бір адам ізгі хабарды шынымен қабылдайтын болса, онда ізгі хабар оның өмірін басынан аяғына дейін қамтуға тиіс. Әрине, ешбір мәсіхші бірден жетілген тұлға бола алмайды. Бірақ солай болса да, әр мәсіхші Исаға рухани ұқсастыққа жету деген үрдісте болуға белсенді түрде тырысуға міндетті. Ұқсас болуға тырысуға міндетті Исаға. Сергей Петлин бұл жөнінде былай деді, мұқият болыңыздар. Ізгі хабарға сену деген сөз бұл жай сөз емес. Барлық істе ізгі хабар бойынша өмір сүру дегенді білдіреді.
барлық істе ізгі хабар бойынша өмір сүру дегенді білдіреді. Ізгі хабарға сену деген сөз өз өмірінде түбегейлі өзгерту дегенді білдіреді. Ізгі хабарға деген сөз өз өмірін түбегейлі өзгерту дегенді білдіреді. Себебі шынымен ақталған адам бұл дүниенің күнәқарлығына қарамастан, шынымен ақталған адам, бұл дүниенің күнәқарлығына қарамастан, барлық істе Құдай патшалығының азаматы ретінде өмір сүруді қалайды. Мәсішінің бұндай өмірін басқаша жоғарғы күшке негізделген өмір деп атайды. Жоғарғы күшке негізделген өмір деп атайды. Бұндай өмір бүлінген табиғатымызға қаншалықты қиын болса да, ол жүзеге аспайтын өмір емес. Себебі бұндай өмір бірінші кезекте киелі рухтың күшіне негізделген өмір. Бойларында киелі рух бар адамдар еміздің талаптарын орындай алады. Бойларында киелі рух бар адамдар еміздің талаптарын орындай алады. Сөйтіп елші Павел осы аяттармен мәсішілердің жоғарғы күшке негізделген өмірінің қасиеттерін көрсетеді. Қандай қасиеттері? Сөйтіп бүгінгі уағыздың тақырыбы жоғарғы күшке негізделген өмірдің қасиеттері. Жоғарғы күшке негізделген өмірдің қасиеттері. Бұл шындық, құрметті бауырластар, ол бәріміз үшін өте өзекті. Себебі мәсішілер осы күнәқар дүниеде жат жерлік адамдар сияқты құмарлықтардан бас тартып, жоғарғы күшке негізделген өмір сүру арқылы еміздің ұлы қасиеттерін мадақтап жариялауға шақырылған. Бұл біздің міндетіміз сондай. Сол үшін Құдай бізді шақырды. Оны өзіміздің жеке өмірімізбен оның ұлы қасиеттерін мадақтап жариялауға шақырды. Елші Петр бұл жайында былай деп жазды. Петрдің бірінші хаты 2:11-12. Петрдің бірінші хаты 2:11-12. Сүйікті бауырластарым, осы күнәқар дүниеде жат жерлік адамсыңдар. Сондықтан сендерге ескертемін. Өз жандарына ұдайы қарсы шығатын арам құмарлықтардан бас тартыңдар. Құдайға мойынсұнбайтын халықтар арасында адал өмір сүріңдер. Сөйтіп, негізінде біз мәсішілердің барлығы негізі осы еміздің осы талабын орындауға тиіс әрі міндетті. Ал римдіктерге зерттеп қарайтын болсақ, осы мәтін сүйіспеншіліктерін адал болу керек деген сөзден басталады. Сүйіспеншіліктерін адал болу керек. Ал аяттардың қалғаны мәсішінің адал сүйіспеншілігі нақты немен ашылатынын көрсетеді. Бұл жерде адал деген сөз, сүйіспеншіліктерін адал болу керек. Адал деген сөз ол екі жүзді емес, немесе жасанды емес дегенді білдіреді. Осы аятты басқаша бұлай оқуға болады.
сүйіспеншіліктерін екі жүзді болмасын. Сүйіспеншіліктерін жасанды болмасын дегенді білдіреді. Егерде осы мәтінге осылай жалпы қарайтын болсақ, онда осы мәтінді шартты түрде 4 бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлік ол 9 және 10 аятқа жатады. Бұл бөлік мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Осы екі аяттар, мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Екінші бөлік ол 11, 12, 13 аяттарға жатады. Бұл бөлік мәсіхшілермен енді Құдаймен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Бірінші бөлік басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Екінші бөлік Құдаймен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Үшінші бөлік 14 және 15 14 аяттан бастап 18 аятқа дейінгі мәтінге жатады. Бұл бөлік мәсіхшілердің сенбеушілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Бірінші бөлік басқа мәсіхшілермен, екінші бөлік Құдаймен, бұл жерде сенбеушілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Ал төртінші бөлік 19-20 аяттарға жатады. Бұл бөлік енді мәсіхшілердің оларға белсенді түрде қарсы тұратын адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Сөйтіп, егерде осы мәтінге жалпы қарайтын болсақ, осы мәтінді жалпы шартты түрде 4 бөлікке бөлуге болады. Басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Құдаймен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Сенбеушілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Оларға белсенді түрде қарсы тұратын адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Сонымен Паул бұл жерде назарымызды мәсіхшілердің әрекеттеріне емес, олардың басқа адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек екеніне аударып жатыр. Біздің назарымызды. Яғни Паул бұл жерде мәсіхшілердің жоғарғы күшке негізделген өмірінің шынайылығы олардың басқа адамдармен қарым-қатынасы арқылы ашылады деген шындыққа үйретіп жатыр. Бір мысал келтіргім келеді. Адамдарға бір коллективте ұзақ уақыт болудан гөрі сыртта бір жеке ерлік істі жасау оңайырақ. Басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болу ол оңай емес. Ұзақ уақыт. Сонымен елші Паул осы аяттары арқылы бәрімізді бір маңызды шындыққа үйретеді. Шындық мынау. Мәсіхшілердің сүйіспеншілігі адал болу керек. Немесе басқаша айтқанда, мәсіхшілердің сүйіспеншілігі екі жүзді болмау керек. И бұл жерде осы шындыққа қатысты табиғи түрде сұрақ туындайды. Адал сүйіспеншілік немен ашылады? Елші Паул осы аяттар арқылы мәсіхшілердің адал сүйіспеншілігінің бірнеше қасиетін көрсетеді. Бірінші қасиет мынау. Адал сүйіспеншілік бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Адал сүйіспеншілік бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Назарымызды біз 9 аятқа аударайық. Елші Паул бұл жерде былай деп жазды. Сүйіспеншіліктерін адал болу керек.
жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар. Ескертіп қойайын, осы мәтінді шартты түрде 4 бөлуге болады. Бірінші бөлік ол 9 және 10 аяттарға жатады. Елші Паул бұл жерде адал сүйіспеншіліктің басқа мәселелермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Бүгінгі уағыз тек осы аяттарға қатысты болады. Бірінші бөлікке. Сөйтіп, адал сүйіспеншіліктің бірінші қасиеті осы мәтін арқылы. Адал сүйіспеншілік ол бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Еміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Паул жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар дегенде, адал сүйіспеншілікті бір-біріне Құдайдың өсиеттерін орындау арқылы көрсетіңдер дегенді білдіріп жатыр. Адал сүйіспеншілікті Құдайдың өсиеттерін орындау арқылы көрсетіңдер дегенді білдіріп жатыр. Құдайдың шындығынсыз адал сүйіспеншілік болуы мүмкін емес. Құдайдың шындығынсыз адал сүйіспеншілік болуы мүмкін емес. Елші Петр бұл жөнінде былай деді. Петрдің бірінші хаты 1:22. Петр бұл жерде былай деп жазды. Шынайы хабарға мойынсұнып, күнәдан тазарған сендер бауырластарына деген нағыз сүйіспеншілікке кенелдіңдер. Енді бір-біріңді үздіксіз шын жүректен сүйіңдер. Шынайы хабарға мойынсұнып. Яғни, шынайы хабарға мойынсыну арқылы ғана бауырластарды шын жүректен сүйе аламыз. Шынайы хабарға мойынсыну арқылы ғана бауырластарды шын жүректен сүйе аламыз. Бұл жерде де дәл солай. Елші Паул сүйіспеншіліктерін адал болу керек. Жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар. Адал сүйіспеншілік қандай да бір қарым-қатынасты басты орынға, негізінде адал сүйіспеншілік қандай да бір қарым-қатынасты басты орынға қарым-қатынастың өзін емес, шындықты қояды. Қандай да бір қарым-қатынаста қарым-қатынастың өзін емес, шындықты қояды басты орынға. Себебі шындық қана ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін көрсетеді. Сөйтіп, Құдайдың шындығынсыз адал сүйіспеншілік болуы мүмкін емес. Мысалы, бір кезде бір бауырға мынандай сөз айттым. Сондай сұрақ қойды. Қасында жүрген бауырластың дұрыс емес қылығын неліктен әшкерелемейсің? Ол маған былай жауап берді. Шындықты айтсам, қарым-қатынасымыз бірден үзіледі. Шындықты айтсам, қарым-қатынасымыз бірден үзіледі. Ол кісі бұл жерде адал сүйіспеншілікті емес, екі жүзді сүйіспеншілікті көрсетуде болды. Себебі екі жүздік сүйіспеншілік басқаларды сүйем десе де, бірінші кезекте басқаларды емес, өзің сүйеді. Екі жүзді сүйіспеншілік. Мен басқаларды сүйем десе де, бірінші кезекте басқаларды емес, өзің сүйеді. Ол кісі шындықты неліктен ашық айтпады? Әшкерелеудің салдарын көтеруді қаламағандықтан. Әшкерелеудің салдарын көтеруді қаламағандықтан. Екі жүзді сүйіспеншілік ол шындыққа негізделмегендіктен ол уақытша. Ол уақытша. Бәрі тыныш болған кезде мен сені сүйемін деп жүреді. Бірақ шындық үшін азап шегудің мерзімі келген кезде опасыздық жасап тастап кетеді.
Таштап кетеді. Басында елші Петрменде де солай болды. Исадан 3 рет бас тартты. Екі жүзді сүйіспеншілік сырт көз үшін тек сөзбен ғана сүйеді. Сырт көз үшін сөзбен ғана сүйеді. Бірақ адал сүйіспеншілік басқаша көрсетіледі. Шындыққа бағыну арқылы көрсетіледі. Егерде қандайды бір мәсіхші өзі осылай шындыққа бағынбаса, ол басқаларға адал сүйіспеншілік көрсете алмайды. Себебі адал сүйіспеншіліктің қасиетінің бірі бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүю. Еміздің шындығына бағыну арқылы сүю. Бұнымен әлі де біткен жоқ. Себебі Паул осы аяттар арқылы адал сүйіспеншіліктің тағы да бір қасиетін көрсетеді. Екінші қасиет мынау. Адал сүйіспеншілік бауырластарды мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйеді. Мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйеді. Назарымызды енді 10-шы аятқа аударайық. Бір-бірінді бауырлардай сүйіп, өз бастарынан артық сыйлаңдар. Бір-бірінді бауырлардай сүйіп, өз бастарынан артық сыйлаңдар. Паулдың бір-бірінді бауырлардай сүйіп дегені ана мен баланың арасындағы нәзік қарым-қатынасты білдіретін мағынадағы сөз. Ана мен баланың арасындағы нәзік қарым-қатынасты білдіретін мағынадағы сөз. Паул осы ойды басқа жерде былай жеткізеді. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат 2:7. Паул бұл жерде былай деп жазды. Мәсіхтің елшілері ретінде біз талап қойсақ та болар еді. Алайда сендерге балалардың қамқорлығын мейірімді анадай жылы жүзбен қарадық деді. Әдетте сүйіспеншілік туралы сүйіспеншілікте басты орында сезім емес, тек шындыққа негізделген әрекеттер ғана болу керек деп ойлаймыз. Бірақ Паул бұл жерде осы көзқараспен келіспейді. Себебі адал сүйіспеншілік ол бір қасиеттен емес, бірнеше қасиеттерден тұрады. Олардың бірі бауырластарға мейірімді жылы жүзбен қарау, нәзік сезім. Сол себепті бұл жерде міндетті түрде тепе-теңдік болу керек. Яғни егер көрсеткен сүйіспеншілігімізде шындыққа ғана көп мән беретін болсақ, онда ол міндетті түрде қаталдыққа айналады. Егерде шындыққа мән беретін болсақ көп, онда ол қаталдыққа айналады. Ал егерде керісінше сезімге көп мән беретін болсақ, ол екіжүзділікке айналады. Сондықтан бұл жерде тепе-теңдік болу керек. Себебі адал сүйіспеншілік бір қасиеттен емес, бірнеше қасиеттерден тұрады. Бұл жерде сүйіспеншіліктің қасиеттері астарлы айтқанда, бір команданың мүшелері іспетті ойынға бәрі қатысу керек. Сонда ғана жақсы нәтиже болмақ. Осы шындық маған өте керек болып тұр. Өйткені көрсеткен сүйіспеншілігімде кейде тепе-теңдікті ұстай алмаймын. Шыны керек болса. Сол себепті көрсеткен сүйіспеншілігім кейде қаталдыққа немесе екіжүзділікке айналады. Нәтижесінде бұндай сүйіспеншілік отбасы болсын, қауым болсын, немесе бөтен адамдар болсын,
адамдармен өзара қарым-қатынасымызды бұзады. Егерде сүйіспеншілігімде осылай тепе-теңдік болмаса. Шындық болу керек, сезімді болу керек. Әрине, бұндай сүйіспеншілікті өз күшімен ешкім көрсете алмайды. Себебі бұндай өмір жоғарғы күшке, яғни киелі рухтың күшіне негізделген өмір. Демек, бойларында киелі рух бар адамдар үшін бұндай өмір қолжетімді. Олар үшін ғана қолжетімді. Басқа адамдар осы адал сүйіспеншілікті көрсете алмайды. Себебі бұндай өмір жоғарғы күшке негізделген өмір. Ал сонында, құрметті бауырластар, мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасына қатысты адал сүйіспеншіліктің үшінші қасиетін көрсеткім келеді. Үшінші қасиет мынау. Адал сүйіспеншілік бауырластарды лайықты құрмет көрсету арқылы сүйеді. Назарымызды тағы да 10-шы аятқа аударайық. Елші Павел бұл жерде былай деп жазды. Бір-біріңді бауырлардай сүйіп, өз бастарынан артық сыйлаңдар. Өз бастарынан артық сыйлаңдар деген сөз басқаларға құрмет көрсетіп, өздерінен жоғары қойыңдар деген мағына беретін сөз. Басқаларға құрмет көрсетіп, өздерінен жоғары қойыңдар дегенді білдіреді. Ескертіп қояйын, құрметті бауырластар, бұл өсиет, ол қауымға берілді. Жалпы қауымға берілді. Ал қауым әртүрлі адамдардан тұрады. Яғни, жастар мен кәрілерден, әйелдер мен еркектерден, кедейлер мен байлардан, сау адамдар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардан тұрады. Бірақ соған қарамастан, Павлдың айтуы бойынша қауым мүшелерінің барлығы бір-біріне құрмет көрсетуге міндетті. Әдетте жастар кәрілерге, әйелдер еркектерге, кедейлер балаларға, кемтар адамдар сау адамдарға құрмет көрсетеді. Әдетте. Ал адал сүйіспеншілік бұған қарамайды. Адал сүйіспеншілік басқаларды кім болса да өзінен жоғары қояды. Кім болса да. Мысалы, тек қана жастар кәрілерге емес, кәрілер де жастарға лайық құрмет көрсетуге тиіс. Немесе тек қана әйелдер еркектерге емес, еркектер де әйелдерге құрмет көрсетуге міндетті. Себебі адал сүйіспеншілік кім болса да бауырластарды лайықты құрмет көрсету арқылы сүйеді. Бұл өмір қағидасы Мәсіх Исадан келді. Исаның қызметі жайында былай жазылды. Филиппіліктерге арналған хат 2:7-8. Бұл жерде былай жазылды. Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жармасқан жоқ. Қайта өз құдіреті мен салтанаттылығынан бас тартып, қабылдады құлдың сыйқын. Ол адам секілді бұл дүниеге келді, әрі кәдімгі адамға ұқсап көрінді, өзін төмен тұтып, Құдайға мойынсұнды. Иса Мәсіх үш бірлік Құдайдың тұлғасының бірі.
Басқа сөзбен айтқанда, Иса Мәсіх адам бейнесінде келген Құдайдың өзі. Бірақ күнәқарларды құтқару үшін ұлы дәрежесінен бас тартып, құлдың сыйқын қабылдап, көктегі әкеге өлгенше мойынсынып жүрді. Сонымен қатар өзінің шәкірттерінің аяқтарын жуып, құлдың қызметін атқарып жүрді. Сөйтіп Иса Мәсіх адал сүйіспеншіліктің қайнар көзі өзі болғандықтан, оның қасиеттері қандай болу керек екенін іс жүзінде толық көрсетті. Сонымен адал сүйіспеншіліктің қасиеттерінің бірі құрмет көрсету арқылы сүю. Құрмет көрсету арқылы сүю. Шынымен басқа мәсіхшілерге құрмет көрсету оңай емес. Шыны керек болса. Құрмет көрсету оңай емес. Себебі тәннің қызғаныш пен атақ құмарлық деген қасиеттері біреуді өзінен жоғары қоюды ешқашан қаламайды. Қызғаныш пен атақ құмарлық деген қасиеттері бұл жерде кедергі жасайды. Паул бұл шындық жөнінде Галаттықтарға былай деді. Галаттықтарға 5:26. Жеке басымызды қастерлеп, бір-бірімізді ашуландырып, күндеуге жол бермейік. Себебі тәннің құмарлықтарына еріп жүрген мәсіхші, балалар болсын, әйел болсын, күйеу болсын, ешкімді адал сүйіспеншілікпен сүйе алмайды. Ешкімді сүйе алмайды. Сөйтіп, бауырластар, біз осылай бүгін Құдай бәрімізді осы мәтін арқылы бәрімізді бір маңызды ақиқатқа үйретті. Қандай ақиқат? Мәсіхшілердің сүйіспеншілігі адал болу керек. Ол немен ашылады? Елші Паул осы аяттар арқылы адал сүйіспеншіліктің қасиеттерін көрсетті. Бірінші қасиет адал сүйіспеншілік бауырластарды иеміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Адал сүйіспеншілік бауырластарды мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйеді. Адал сүйіспеншілік бауырластарды лайықты құрмет көрсету арқылы сүйеді. Ал енді, құрметті бауырластар, жеке рухани өмірімізге пайда беретін қорытындыларды шығаратын уақыт келді. Біріншіден, бұл жерде бәрімізге Құдайды үздіксіз мадақтау керек. Құдайды үздіксіз мадақтау керек. Себебі осы аяттар иеміздің бізге көрсетілген адал сүйіспеншілігі қаншалықты зор екенін көрсетіп отыр. Адал сүйіспеншіліктің қайнар көзі Иса Мәсіхтің өзі. Біздің құтқарылуымыз бұл 100% иеміздің бізге көрсетілген адал сүйіспеншіліктің нәтижесі. Адал сүйіспеншілігінің нәтижесі. Бірінші кезде иеміз бізді шындыққа бағыну арқылы сүйіп құтқарып алды. Келер жазбада мынандай сөз жазылды. Нақыл сөздер 17-15. Ақтау кінәліні, айыптау кінәсізді екеуде жаратқан иеге жиренішті. Яғни кінәліні ақтау бұл иеміздің киелі болмысына қарсы әрекет. Бірақ күнәқарлар үшін осы шешілмейтін мәселе шешілді. Осы мәселені иеміздің өзі шешті. Күнәқарлардың лайықты жазасын ерікті түрде өз мойнына алды. Күнәқарлардың лайықты жазасын ерікті түрде өз мойнына алды. Сөйтіп күнәқарлар үшін ақтау жолы ашылды. Сонымен біздің құтқарылуымыз бұл иеміздің шындыққа толық бағыну арқылы құны жоғары сүйіспеншілігінің
нәтижесі, жемісі. Себебі еміздің шындыққа мойынсұнушылығы өте үлкен құн талап етті. Шындыққа бағыну үшін еміз өте үлкен құн төледі. Өзін құрбандыққа берді. Екінші кезекте еміз бізді мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйіп құтқарып алды, әрі құтқарып жатырды. Еміздің құтқару батасына ешкім лайықты болған жоқ. Ешкім лайықты болған жоқ. Құтқару батасына ешкім лайықты болған жоқ. Паул сенбеуші адамның табиғаты жайында 3-ші тарауда мынандай сөз жазды. Бірде бір әділ кісі жоқ. Ақылды ешкімді жоқ. Құдайға бет бұратын да жоқ. Бәрі тайып кетті теріс жолға, әбден бұзылып кетті бірігі барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанда. Ол біздің рухани характеристика, мінездемесі. Бірақ біз қаншалықты лайықты болмасақ та, еміздің құтқару батасына қаншалықты лайықты болмасақ та, еміз бізден бас тартқан жоқ. Еміз бізден бас тартқан жоқ. Қайта әрбірімізді мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйіп, қайта туғызу арқылы тірілтіп, өзіне жақындатты. Өзіне жақындатты. Біздің қазіргі дәрежеміз, бұл еміздің бізге көрсеткен шынайы адал сүйіспеншілігінің жемісі. Қазіргі дәрежеміз, ол адал, еміздің адал сүйіспеншілігінің жемісі бізге көрсеткен. 3-ші кезекте еміз бізді құрмет көрсету арқылы сүйіп құтқарып алды, әлі құтқарып жатырды. Оның бізге көрсеткен құрметі немен ашылды? Өзінің салтанатты толы патшалығын тастау арқылы, әрі оның қарғыс атқан жерге адам бейнесінде келу арқылы ашылды. Бұнымен жаратушы жаратылысқа үлкен құрмет көрсетті. Екіншіден, осы шындық бойынша бәрімізге емізден үлгі алып, бір-бірімізге адал сүйіспеншілік көрсетуге тиіспіз. Сол үшін Паулдың айтқанын орындауға тырысу керекпіз. Яғни, бауырластарды шындыққа бағыну арқылы сүюге тиіспіз. Бұл дүниеде кеңестің екі түрі ғана бар. Біреу еміздің сөзіне негізделген Құдайдың кеңесі, ал екіншісі Құдайсыздардың кеңесі. Сүлеймен патша бұл жөнде былай деді. Нақыл сөздер 21:30. Ешбір даналық, түсінік пен кеңес жаратқан иеге қарсы келмес. Бұл аят Құдайдың сөзінсіз ешқандай сау даналық, сау түсінік және сау кеңес болмайды дегенді білдіреді. Құдайдың сөзінсіз. Сол себепті бұл дүниеде ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін тек қана Құдайдың сөзі көрсете алады. Басқа тәсіл жоқ, болмайды. Демек, адал сүйіспеншілік тек қана Құдайдың сөзіне бағыну арқылы көрсетіледі. Ал басқа тәсілмен көрсетілген сүйіспеншілік жалған сүйіспеншілік есептелінеді. Екіжүзді сүйіспеншілік. Сонымен көмектесу қызмет болсын, жұбату қызмет болсын, әшкерелеу қызмет болсын, тәрбиелеу қызмет болсын, және қандай да бір басқа қызмет болсын, оны шындыққа бағыну арқылы ғана жасау керек. Сонда ғана Паулдың айтқанын дәлме-дәл орындай аламыз. Сонымен қатар
бауырларды мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүюіміз керек. Әйтпесе сүйіспеншілігіміз осы сезімсіз болса, ол міндетті түрде қаталдыққа айналады. Сондықтан астарлы айтқанда, дұрыс нәрсені дұрыс тәсілмен жеткізу керек. Бұған қоса бауырларды кім болса да, балалар болсын, жастар болсын, келін болсын, лайықты құрмет көрсету арқылы сүюіміз керек. Бұл жерде басты орынға қазақ дәстүрін емес, Құдайдың сөзін қоюымыз керек. Бұл жерде тағы да бір сұрақ қоюымыз керек. Бауырластарды адал сүйіспеншілікпен қалай сүйе аламын? Мен қалай сүйе аламын? Құдайдың еркін білу деген нәрсе ол өте маңызды. Себебіміздің еркін білетін мәсіхші ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейтін соқыр адам сияқты жүрмейді. Бірақ еміздің талаптарын жүзеге қалай асыратынын білмесе, бұдан қандай пайда? Демек, бауырластарды адал сүйіспеншілікпен қалай сүйе аламын деген сұрақ бәріміз үшін өте өзекті. Ескертіп қояйын, адал сүйіспеншілік көрсететін өмір жай өмір емес. Бұл жоғарғы күшке негізделген өмір. Яғни киелі рухтың күшіне негізделген өмір. Оны өз күшімен ешбір мәсіхші жасай алмайды. Шын мәнінде адал сүйіспеншіліктің қасиеттері ол мәсіхшінің өмірінде, мұқият болыңыздар. Адал сүйіспеншіліктің қасиеттері ол мәсіхшінің өмірінде табиғи түрде шығатын киелі рухтың әсерінің жемісі. Табиғи түрде шығатын киелі рухтың әсерінің жемісі. Елші Паул осы шындықты Галаттарға былай деді, былай білдірді. Галаттарға арналған хат 5:22-23. Ал киелі рух өмірлерінде жетілдіретін игілікті жеміс мынандай: сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілдік, сенімділік, ілтипаттылық, ұстамдылық. Яғни киелі рухқа кенелген мәсіхші ғана бауырларға адал сүйіспеншілікті толық көрсете алады. Көрдіңіздер ме? Адал сүйіспеншіліктің қасиеттері бұл табиғи мәсіхшінің өмірінде табиғи түрде шығатын киелі рухтың әсерінің жемісі. Демек, осы өмірді сүру үшін мәсіхшілерге киелі рухқа кенелу керек. Кенелу керек. Ал киелі рухқа кенелетін жалғыз бір ғана тәсіл бар. Ізгі хабарды еске алу. Киелі рухқа кенелу үшін ізгі хабарды еске алу керек. Ізгі хабарға еске алу дегенім Иса Мәсіхтің айқыш ағаштағы ерлік ісін еске алу дегенді білдіреді. Сонда ғана жақсылықты шын жүректен сүйеміз. Иса Мәсіхті еске алсақ, сонда ғана біз жақсылықты шын жүректен сүйеміз. Себебі сол кезде бізде осындай сезім болады, ой болады. Қандай түсінік болады? Иса Мәсіхтің өлімінің себебі менмін. Менің жасаған күнәлар ол Иса Мәсіхтің өлімінің себебі. Осындай түсінік Иса Мәсіхті көбірек сүюге түрткі етеді. Сондан киелі рухқа кенелу жалғыз бір ғана тәсіл бар. Ізгі хабарды еске алу. Өздігінен біз осы өмірді сүре аламаймыз. Тек қана киелі рухқа кенелу арқылы сүре аламыз. Сөйтіп, мәсіхшілер Иса Мәсіхті еске алу арқылы ғана киелі рухқа кенеліп,
басқа мәселелерді шындыққа бағыну арқылы, мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы және құрмет көрсету арқылы сүйе алады. Себебі адал сүйіспеншіліктің қайнар көзі мәсіхтің өзі. Мәсіхтің өзі. Сонымен, құрметті бауырластар, бүгін Құдай бәрімізді үйретіп жатыр. Бір маңызды шындыққа үйретіп жатыр. Адал сүйіспеншілік бізге негізінде біздің сүйіспеншілігіміз ол адал болу керек. Нақты айтқанда, бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүюіміз керек. Оларды мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүюіміз керек. Оларды лайықты құрмет көрсету арқылы сүюіміз керек. Егерде бүгін қазір осы уағыз арқылы Құдай бізді осылай, біздің кемшіліктерімізді көрсетсе, онда бізге негізінде осы күйден шығу керек. Біз қалай оны шығамыз? Осы күйден қалай шыға аламыз? Мойындау арқылы. Еміздің рақымы жеткілікті. Біздің жасаған күнәларымызды кешіруге мейіріміздің рақымы әбден жеткілікті. Негізі шыны керек болса, мен осы уағызды дайындалған кезде, Құдай мені қатты әшкереледі. Қатты әшкереледі, себебі өз өмірімізге қарасам, мен негізінде менің қарым-қатынасым басқа балалармен дұрыс емес. Мен сыйындым, мойындадым. Сендерді де осы негізінде шақырып жатырмын. Аумин.